Мынау біздің Қазақстандағы мал өсіру одағы бойынша айтсаңыз, ол не мақсатпен негізі құрылды? Даладан әлемдік нарыққа шығу ғой. Деңгейі төмен адамдарды малшы санайды. Мемлекет тікелей атсалысып жатыр қазір. Зейнетке малшылар ертерек шығуы. Коммуникатор жүр деген секілді. Ұнатты ма? Бастасын. 10 бас сиыры немесе 20 бас қойы бар шаруада осы одаққа мүше болып, өзінің тауарын шетелге шығаруға мүмкіншілігі бар деп отыр. 10 басы болсын, 20 басы болсын, осы бізбен бірге бірігіп, біз үлкен нарықтарда аша алатын үлкен компаниямен жұмыс жасаймыз. Тапсырыстарды аламыздағыны бүкіл Қазақстанда мал өсіріп отырған шаруалардың малын еттей шетелге экспорттауға. Ішкі нарыққа болсын, сыртқы нарық біздің көздеп отқан нәрсеміз. Сыртқы нарыққа шығарып, сатып, елімізге доллар кіргізіп, жаңа шаруаларға таратып береді. 5000 километр ұзақта тұрған мемлекеттерден көрші елдеріміз ет алып отыр. Бізден өтіп отыр ғой. Оны намыс па анау? Қазір сіздің айтып отқаныңыз бойынша сіз қазір қай мемлекеттермен жұмыс істеп жатырсыз экспорт бойынша? Өзбекстан, Тәжікстан, Сауд Арабия мемлекеттерімен жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ вот көлем көп емес. Енді Ауғанстан бар. Халық көп. Саяси жағдайда қарасаңыз, қасында тұрған Палестинадан ет алмайды. Индиядан ет алмайды. Олар өздерінің еттерін ғана сойып отыр. Рахмет, құрметті көрермендер. Жалпы даладан әлемдік нарыққа бірге аттайық. Рахмет сізге. Рахмет. Уақытыңыз бөлгеніңізге рахмет.